Қазақстан қалаларындағы автобус жолақтарының проблемасы неде? Алғашқы бөлінген жолақ Алматыда 6 жыл бұрын пайда болды. Алайда бүгінгі күнге дейін қалаларымыздың көлік саясатында қоғамдық көлікті дамыту басымдыққа ие болмай отыр. Мұны былай қойғанда, 2021 жылы президент Қасым-Жомарт Тоқаев қарбалас уақытынан басқа кезде және демалыс күндері автомобильдердің автобус жолақтарын пайдалануына рұқсат етуді ұсынды. Қуанышымызға орай, бұл идея іске асырылған жоқ. Әйтпегенде, қоғамдық көліктің бүгінгі күні бар кішкене ғана артықшылығынан да айырылып қалушы едік. Бұл видеода біз қазіргі қалыптасқан жағдайды талдап, қалаларымыздағы қоғамдық көлік жолақтарының несі дұрыс емес екенін айтып береміз. Олардың тиімсіздігінің басты себебі қала билігі қоғамдық көлікке толыққанды басымдылық беруге құлық танытпай отырғандығы. Әкімдіктер мен жобалаушылар көбінесе автомобиль иелерінің шығындарын барынша азайтуға тырысады. Мысалы, көшелерді қайта құруды жоспарлаған кезде, олар бірінші кезекте көшелердің өткізгіштік қабілеті үшін, яғни белгілі бір учаскемен қанша көліктің өте алатынына қамжиды. Келісетін шығарсыздар. 1-2 жолаушысы бар автомобиль мен 50 жолаушысы бар автобустың маңыздылығын бірдей көретін есептеулер мен жобаларды әділетті деп айту қиын. Есептеуде сыйымдылық қабілетін көшеден дәл қанша көліктің емес, қанша адамның жүре алатындығын негізге алу дұрысырақ болар еді. Жобалар осы көрсеткішке негізделуі тиісі ақ. Автобус жолақтары шын мәнінде тиімді болуы үшін дұрыс басымдықтарды басшылыққа алуы маңызды. Бұл көп қателіктерді болдырмауға көмектеседі. Мысалы, кейде автобус жолақтары көшенің тарылған жерінде үзіліп қалады. Ал ең қиын кептелісті жерлер болса, қоғамдық көлік жүргізушілерін күрделі маневрлар жасап, графиктен қалып қоюға мәжбүр етеді. Ал кептелістерден ең көп зардап шегетін көшелерде қоғамдық көлікке арнайы жолақ бөлуден мүмкін бас тартатын жағдайлар да бар. Енді біздің қалаларымызда қоғамдық көлік жолақтарының қандай түрлері бар екенін қарап көрейік. Біріншісі, ең қарапайымдары, көлік жүретін жолдың оң жағынан кәдәулі белгілермен бөлінген жолдар. Қазақстандағы алғашқы автобус жолақтары осындай болған еді. Бұл қазірде елде бар баслайындардың басым бөлігін құрайды. Бұл жолақтар қоғамдық көлікті ортақ трафиктен бөліктейтін жолақтардың ішіндегі ең тиімсіздері. Мұның себебі бірінші кезекте оған басқа автомобильдердің де еш кедергісіз шығып кетуі. Шыққанда да бөлінген жолақты пайдалану режимін бұза отырып, көлікті қаңтарып қою болып отыр. Екінші түрі автобус жолақтың физикалық бөліктеліп жақсартылған нұсқасы. Бұндай жолақ Алматыдағы солтүстік айналмалы жолында ғана бар. Бұл жағдайда жол ережесінің бұзушылары автобус жолақтарына шыға алмайды. Сондықтан автобустар кептеліс кезінде де шынымен жылдам жүруге мүмкіндік алады. Дей тұрғанмен, мұнда да жобалаушыларымыздың алдын ала шешімін қарастырмаған мәселелері баршылық. Бөлектелген жолақты екінші дәрежедегі көшелер, сондай-ақ көлік тұрағына кіретін шығатын жолдарды қиып өтетін жерлерде басым жолдарды таңбалаудың және нұсқағыштардың болмауы себепті оны автомобильдер бөгеп, жол апаттары болып жатады. Үшінші түрі Алматыдағы Тимирязев және Мустафин көшелеріндегі БРТ жолдарының бөліктері. Бұл елімізде іске асырылған шешімдердің ішіндегі ең үздігі және тиімдісі. Дәл осы жол бөліктері қоғамдық көліктің тасымалданатын жолаушылар ағынын ұлғайтуға және қала тұрғындарының қоғамдық көлікті таңдауына ықпал етуге қабілетті екенін көрсетеді. Жолақты іске қосқаннан кейін бірнеше ай ішінде ғана жолаушылар ағыны күніне 100 мыңнан 142 мың адамға дейін ұлғайды. Ал автобус пен Атакент аялдамасынан Қазақ ұлттық университеті аялдамасына дейінгі жол жүру уақыты 2,5 минутқа дейін қысқарды. Бұрын болса, оған 10 минут кететін. Алайда БРТ жобасында да кемшіліктер жоқ емес. Мысалы, Алматыдағы Жандосов және Сүлейменов көшелерінде БРТ деген атауына қарамастан жай ғана автобус жолақтары қолданылады. Бұндай жолақта алдында айтқандай көптеген кемшіліктер бар. Бөлінген жолақтарға қатысты мәселелерді қалай шешсе болады? Ықтимал дейтін бірнеше шешімдерді ғана айтып көрейік. Сонымен, қоғамдық көліктің бас лайнымен қозғалуына бөлінген жолақ пен жол жиегі аралығында орналасқан көлік тұрақтары, сондай-ақ бөлінген жолақпен тайталасатын көптеген кіріп шығатын жолдар үлкен қолайсыздық тудырады. Қайтпер керек, мүмкіндігінше қиындық тудыратын көлік тұрақтарын алып тастау керек. Бұл әсіресе шырша түрінде қаңтаруға рұқсат етілген жерлерге қатысты. Бұлай десек, біреулерге қатты кеткендей көрінуіміз мүмкін. Алайда әңгіме тағы да қаланың көлік жүйесіндегі басымдықтарына қатысты болып тұр. Қоғамдық көліктің қозғалысына кедергі келтіретін тұрақ орындарының пайдасынан зияны көп. Бірнеше жүргізушілер ғана қолданылатын тұрақтар мыңдаған басқа қала тұрғындарына ыңғайсыздық тудырады. Осындай жағдайды әділетті деп айтуға қиын.
Мұнан тыс, әңгіме қала ішіндегі магистральды жолдар туралы болғанда, барлық адамдар оларда тұрақ орындарының болмауына түсінікпен қарайды. Бөлінген жолақтардың көлік тұрақтарына кіретін жолдары мен қиылысатын жерлерінде жолды жалғастыруды күту үшін шығуға тыйым салатын вафельді белгілеу салу керек. Мұны жүзеге асырғанда автомобильдер кептеліс кезінде баслайынды бөгеп тастамай, қоғамдық көліктің кедергісіз жүруіне қажет буфер қалдыратын болады. Оң жаққа бұру жолдары. Жол қозғалысы ережелері бойынша жүргізушілер оң жаққа бұру үшін автобус жолағына шыға да алады, өз қатарынан да бұрыла алады. Алайда, қазіргі кезде баслайындары бар көшелерде барлық оң жаққа бұру жолдары бөлінген жолақ арқылы өтетіндей етіп ұйымдастырылған. Бұл автобус жолағының ең күрделі жерлерде, яғни жол қиылыстарында өз міндетін атқара алмауына алып келеді. Бұл қателікті түзеу керек және бұрылысы бар шығатын жол сұлбасын автобус жолағына шықпайтындай етіп қайта құру керек. Мұны көптеген басқа қалалар бастан өткерген. Мысалы, жақында Мәскеу қаласында бөлінген жолақтарға өзгеріс енгізілді. Енді оларды оң жаққа бұрылу үшін басып өтуге болмайды. Автобустарға арналған сол жақ бұрылыстары. Қазірде солға бұрылу үшін автобустар автомобильдердің негізгі ағынына еніп, қозғалыстың сол жақ жолағына ауысуға мәжбүр. Мұндай әдіс жол апаттарының үлкен қауіпін тудырып қана қоймай, автобустардың қозғалысын да баяулатады. Бұл мәселені шешу үшін қоғамдық көлікке басымдылық беретін және автобустарға тікелей өз жолағынан бұрылуға мүмкіндік беретін арнайы бағдаршамдар орнату керек. Бөлінген жолақтардағы автобус кептелістеріне қатысты айтсақ, бұл мәселені маршрут желісінің оңтайландырумен және заманауи трамвай сияқты тасымалдау қабілеті үлкен көлік құралдарын енгізумен шешу керек. Алматыға жылдам жүретін трамвай жүйесінің қажет екені туралы біз бұған дейін тұтас бір роликтер сериясын шығарғанбыз. Оларды сипаттамадағы сілтеме арқылы көре аласыздар. Қорыта айтқанда, бүкіл әлемде көліктік басымдықтар ауысып жатыр. Қоғамдық көлікті дамытпастан қалаларымызда кептеліс мәселесін шеше алмаймыз. Жеке автокөліктің физикалық өлшемдері мұны істеуге мүмкіндік бермейді. Біз қала билігін көліктің орнықты түрлеріне басымдық беруге батылырақ қимылдауға шақырамыз. Өз қалаларыңызда қоғамдық көлік жүйесін сапалы дамуын қаласаңыз, осы видеоға лайк басып, достарыңызбен бөлісіңіздер.